Осындай кішкентай таба көріп қалдым. Бұл не үшін деп сұрасам, панкейкке арналған таба деп айтты. Үйге келген бойда киімімді де ауыстырмай бірден панкейк дайындауға кірісіп, осылай табаға құйдым да, қазір күшті болады деп аударып қалсам, масқара. Ешкімге білдіртпей көзден жоғаттым. Алдымен табаны кінәладым. Артынша мына рецепті инстаграмға салған блогерді табаладым. Сөйтіп кейбір қыздар сияқты өзіме мін тақпай отсам, бәрі дұрыс, мен табаны қатты қыздырып отқан екенмін. Сол сияқты мен бәрін дұрыс жасадым, бірақ сіздің рецептіңіз дұрыс шықпайды деген қыздар үшін осындай табадан бір алып қойыңыз да, мен сияқты қатты қыздырмай дәл осы рецептпен жасап көріңіз. Тіптен керемет болады екен. Ыдысқа сүт, қант, жұмыртқа және сұйық май салып, қопсытқышты да ұмытпай, ұнды салып, түйіршіксіз болғанға дейін жақсылап араластырамыз. Дайын массаны жаңағы кішкентай табамызды қыздырып тұрып бір шөміштен құямыз. Газдың ең төмен жанатын жеріне қоясыздар. Бетінде осындай тесікшелер пайда болғанда аударып, екінші бетінде шамалы пісіріп аласыздар. Мына панкейк енді жай ғана панкейк емес, өте дәмді болып шығатын жоп-жұмсақ әрі топ-томпақ панкейктер болады. Бұл рецепті мен Қытайдың бір фуд блогерінен алдым. Алдымен өзім жасап тексеріп, сіздермен бөлісіп отырмын. Лайк басып қолдап қойыңыздар.